Қаржаубайдың отбасына үйірілген қара бұлт әлі де болса сейілмей тұр. Жексенбіден дүйсенбіге қараған түні Талғар қаласының маңында Шерзат Полаттың ағасы Нұрғанат Ғайыпбаевтың өлі денесі табылды. Бұл өлімнің сыры неде? Әлде біреулердің қатысы бар ма? Бүгінгі бағдарламамызда дәл осы оқиғаның мән-жайын анықтап көрдік. Эфирде Ел дауысы ұжымы және мен Талаптан Иманбай. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Талғарда 4 қазан күні кісі қолынан қаза тапқан Шерзат Полаттың ағасы қайтыс болды. Алматы облыстық полиция департаментінің мәліметінше Нұрғанат Ғайыпбаев өз-өзіне қол жұмсап асылып өлген. Сонымен қатар факт бойынша қылмыстық іс қозғалғанын, қазіргі уақытта барлық мән-жайды анықтау үшін тергеу амалдары жүріп жатқанын және тергеу барысында криминалдық сипаттағы қандай да бір іс-әрекеттер анықталмағанын хабарлады. Талғар қаласының маңында 30 жастағы ер адамның мәйіті табылғаны бойынша келесіні хабарлаймыз. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, ол асылу арқылы өз-өзіне қол жұмсаған. Марқұм ағымдағы жылдың 4 қазанында қайғылы қаза тапқан кәмелетке толмаған Шерзат Полаттың ағасы екені анықталды. Құрметті азаматтар, тек ресми деректерге сенуіңізді сұраймыз және жалған ақпаратты тарату қылмыстық жауапкершілікке дейін әкелуі мүмкін екенін еске саламыз. Полиция мәліметінше марқұм Шерзат Полаттың отбасы полиция күзетінде болған. Соған қоса осы уақытқа дейін отбасына қандай да бір қоқан-лоққы жасау дерегі тіркелмегенін хабарлап, тергеу мүддесіне сәйкес басқа ақпараттар жария етуге жатпайтынын айтты. Марқұм Нұрғанат Ғайыпбаев жексенбі күні түнгі 23:30-да үйден шығып өзінің жеке көлігіне отырып кеткен. Содан кейін 00:24-те мессенджерлардың бірінде ағасы Қаржаубай Нұрымовқа SMS хат жолдаған. Дәл сондай ұқсас мағынадағы SMS-тарды басқа да туыстарына жіберген. Ең қызығы SMS хаттар оларға бір уақытта келген. Өлім алдындағы хат келгеннен кейін 5 адам болып іздеуге шыққан. Бірінші Талғардағы зират алдынан марқұм мініп кеткен көлікті тапқан. Ол от алып тұрған. Толығырақ оқиға орнына барған әріптесім Рахат Қосай айтып береді. Ол марқұмның туыстарынан, жергілікті әкімдіктен, полициядан және адвокаттардан сұхбат алуға тырысқан. Әлеуметтік желідегі барлық бейне жазбалар мен ақпараттарды зерттеп, қызықты фактілер жинақтады. Полиция хабарлағандай 30 жастағы Нұрғанат Ғайыпбаев зират маңында асылып қалған күйінде табылды. Марқұм WhatsApp мессенджері арқылы қоштасу хатын жазып, дәл осы зираттағы жиені Шерзат Полаттың жанына жерлеуді өтінген. Түндегі қаралы хабардан кейін бақ құралдары марқұмның жақындарымен тілдесу үшін олардың үйіне келді. Бірақ туыстары алдымен болған жағдайға байланысты сұхбат беруден бас тартты. Барлық мән-жайды адвокаттар баяндады. Олардың айтқанына сүйенсек, Нұрғанат психологқа Шерзаттың туыстарына қарағанда ең аз баратын. Ол Шерзаттың өлімін ауыр қабылдады. Сонда да марқұмның болашаққа құрған жоспарлары болған. Меньше встречался с психологами, буквально только после 40 дней, как все прошло, чуть подуспокоились, начали работать с психологами. Состояние психологическое Нурганата, оно было в целом удовлетворительное, у него были планы. Он запустил снова работу по продаже мяса в этом районе, чтобы заработок был и было занятие какое-то. Вот. Тем не менее, да, у него была глубокая душевная травма от потери очень близкого человека, потому что он не как племянник был, он как родной сын был, и как младший брат был, и как все для Нұрғаната. Кешке олар үйінде болды, кешке тамақтан кейін, тамақтанып, телефонын қарады дейді. Телефонын қарап, соң кейін далаға шығып келем деп, машинесіне отырып кетіп қалған. Телефоны ұшып қалыпты да, содан кейін бірден бәріне SMS сообщение кеткен туыстарына. Содан кейін іздестірді, туыстары полицияға хабарлады. Ол Талғардың шет жағында дейді, нақты біз ол жерге әлі барған жоқпыз. Полиция тапқан осы не хабарлаған? Полиция тапқанда жоқ, өздері бірақ полициямен оларда. Зираттың қасында ма сонда? Зираттың ар жағында дейді, біз әлі барған жоқпыз. Құқық қорғау органдары аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғады. Бұл оқиғаның анық қанығы әзірше беймәлім. Көп сұрақтар жауапсыз қалды. Іс бойынша кейбір мән-жайларды өзіміз анықтауға тырыстық. Талғар полициясы әртүрлі сылтаумен сұхбат беруден бас тартты. Алғашында бастық жоқ деді, кейін бұл іс Алматы облысы полиция департаментінің құзыретінде екенін айтты.
Басқа да толық мәлімет алу үшін жергілікті әкімдікке бардық. Нұрғанат тұрған Азат ауылы Рахат ауылдық округіне қарайды екен. Әкімдіктегілер де бізді көргенде қуанбады. Сол себепті олар да ақпарат беруден бас тартты. Масштаб дела вам известно. В связи с этим на данный момент я никакие информации или вопросы на ваши вопросы не могу отвечать. Шенеуніктерден естіген бір ғана жауап марқұмның отбасына көңіл айта отырып, өз тараптарынан қажетті көмектерін беретінін мәлімдеді. Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким трагически погибшего. Акимы Талгарского и Бешкаласского районов Алматинской области посетили семью Нурганата Гайпаева, выразив им соболезнования в связи с его трагической гибелью. Также подтверждаем готовность оказать всестороннюю помощь и поддержку в это трудное время. Ал кейінірек әлеуметтік желіде Шерзаттың әкесі Қаржаубай күдікке себеп болар видеолар жариялады. Ол бейнежазбада Нұрғанаттың табылған жеріне өз аяғымен келгеніне сенбейтінін айтты. Осы жерде автокөлік тұрады. Осы жермен жалғыз із жүреді. Мына бүйтіп түседі. Мына жерде жар бар. Жар где-то бір бүйтіп қараса, ана жақта асфальт жол бар. Тоғайдың арасы. Мына жерде где-то 10 метр, 7-8 метр шамамен. Көп болмаса, осы жардан түседі ары қарай. Бірақ мына жерден адам түсу мүмкін емес. Осы бағыттан түсіп, где-то 700 метр ме 500 метр ана трассаға қарай жақындайды. Мына жаңағы төбеден түсірдік қой. Мына жардың бойымен түседі. Мына жерде із тұр. Осы ізбен мен қолап жүріп түнде. Ізді қолап. Осыдан где-то 500 метр, 700 метрдей жер бар. Почти 1 километрге жақын десем де болады. Біраз жүрсе адам шаршайтындай жер. Дәл осы бейнежазбада Қаржаубай інісінің өлі денесі қандай жағдайда, нақты қай жерде табылғанын көрсетті. Тау, жіңішке таудың артында. Екі аяғы жерге тиіп тұр, кәдімгі бүктеліп отырған күйінде тауып алам осы жерде. Мойнында ана светодиодный сым дейміз ба, лента бар ғой. Кәдімгі светодиодный. Үйлерге, машинаға іліп қояды, самоклеющий. Мойны сол ғана тұр екен. Мына бұтаққа байланған. Бірақ ол отыр, свободно. Ана механический бараза дейді, оны асыл бөлгенге зафиксировать болған кезінде. Ол бір жағында ғана із тұр, қалған жағында жоқ. Осы жерде мен алып шығам бауырында. Где-то 1 сағаттай осы жерде СЛР жасаймыз. Белгілі болғандай, Қаржаубайдың түнде зират маңында түсірген тағы бір бейнежазбасы бар. Айтуынша, полиция қызметкерлері Нұрғанаттың көлігін өзінің қатысуынсыз орнынан қозғаған. Бұл жағдай Қаржаубайдың наразылығын тудырды. Роудысы бүгін таңғы 9. Нұрғанат бауырым қайтыс болып осы жерде. Машина заңсызына Талғардың следователі опергруппасы заңсыз машина орнынан қозғап, бізге ештеңе көрсетпей машина алып баратқан жерден тоқтатып алдық. Машина ішіне бір өтен бірден лақтырып жіберсе де, өз басым сенбеймін бұл Талғарға. Мен Талғардың бастығы да тұр жолдың. Қаржаубайдың тик-токтағы жариялаған суреттері мен бейнежазбаларына қарасақ, марқұмның туыстары өз-өзіне қол жұмсағанына сенбейді. Себебі бұл оқиға Шерзат Полаттың өліміне қатысты сот басталар уақытта орын алды. Осы істе жәбірленушілердің бірі Шерзатпен бірге таяқ жеген ең бастысы басты куәгер Нұрғанат Ғайыпбаевтың аяқ асты өлімі кездейсоқтық па, әлде қастандық па? Жоғарыдағы әріптесімнің сюжетінде айтылғандай Қаржаубайдың рұқсатынсыз марқұмның көлігін орнынан қозғаған полицияның тарапынан бір ғана емес, бірнеше құқық бұзушылықтар болған сияқты. Біз сол бейнероликті Шерзат ісіне қатысты пікір білдіріп жүрген адвокат Шыңғуат Байжановқа көрсеттік. Аға, Шерзат ісіне қатысты жалғыз тірі жәбірленуші өз-өзіне қол жұмсады. Бұл факт сізге ешқандай күдік тудырмай ма? Сол Нұрғанат деген ол негізгі куә. Осы қылмыстық іс бойынша, жаңағы Шерзаттың өлімі бойынша, қылмыстық іс соны өлтіргендерді көрген, соны естіген сөздерін, осы бірден бір куә. Және де бұл сол ана айыптау актісіне негіз болатын куәнің осы куә. Бірақ соған байланысты алдында үйін өртеп кетті, соған байланысты мына жаңағы Қаржаубайдың өзіне осы марқұмға барлығына жаңағындай қауіпті жағдай орын алды. Өйткені енді ел аузына қақпақ бола алмайсың, ел айтып жатыр жаңағы сол неге Талғар ауданында
ә, жаңағы ұйымдасқан қылмыстық топ, жаңағы Кутырский деген сол бар деді. Өткенде соның жаңағы басшысы деп танып айтып атқан адамдардың айтқан әңгімесінен сол ана Хасан деген азамат ол қамауға алынды. Оның да не үшін қамауға алынған видеосы тарады. Ол жерде сол тапа-тал түсте бір спортсмен жігітті, кәдімгі 5-6 жігіт келіп теуіп тепкілеп алып кеткені. Оның барлығы енді сол жаңағы сол ауданда орын алып отырған келеңсіз жағдайларды толық дәлелдейді. Енді осыған байланысты тергеу куәлерді қорғау, сол Қаржаубайдың жанұясын қорғау, осы мәселелердің барлығы негізінде шешім алынған арнайы. Полиция тарапынан сол шешімдерді орындау салғырттық болды. Өйткені себебі енді негізгі куә түннің ортасында мысалға өзінің машинасына мінеді екен, оның артында ол барып бір жерге барып тұрады екен, есігін ашып кетеді екен. Сосын бір жаңағы таудың ішінде молалардың ортасында қиын жолдармен төмен түседі екен. Сосын жаңағы өзінен өзі тұншықтырып өлтіреді екен, жаңағы аяқ жерде отыр. Осының барлығы енді әрине халықтың тарапынан заңды, күмәнді жаңағы жағдай орын алуына себеп болады. Бұл жерде полицияның ең негізгі жіберген қателік емес, енді тіпті жаңағы заң бұзушылығы ол мына өздерінің алынған шешімін, яғни куәлерді қорғау, Қаржаубайдың жанұясын күзету, осы мәселе жөнінде алынған шешімін орындауға тиісті азаматтар өзінің жұмысына салғырт қарағандығы. Яғни куәнің жаңағы өліміне, негізгі куәнің өлімі сотқа жетпей куәнің өліміне алып келген жағдайды болдырғандығы. Көпшіліктің де түсінбей тұрған тұстары көп, өзіңіз де айттыңыз. Құзырлы органдар жіберген қателікке кім жауапты? Енді сол ғой менің айтып атқан, арнайы шешім алынды, куәлерді қорғау жөнінде қаулы шықты. Тергеуші арнайы қаулы шығарып, соны жаңағы полиция қызметкерлеріне тапсырды, міндеттеді. Мына куәлерді, Қаржаубайдың жанұясын, куәлерді мына келіп жатқан қауіпке байланысты қорғау. Ол жаңағы, өйткені ондай қаулы алуының негізгі себебі жаңағы біріншіден Қаржаубайға, осы азаматқа ең бірінші ұялы телефондармен әртүрлі жағдайлар келді ғой енді. Нелер келді жаңағы қорқытушылықтар келді. Ол біріншіден. Сосын екіншіден Қаржаубайдың үйін өртеп кетті. Сосын үшіншіден жаңағы айтты ғой, сол моланың басынан орын дайындай берін деген сөздің барлығы ол өте қауіпті жағдай. Осыған байланысты тергеуші оны прокурорда жаңағы бекітті, арнайы қаулы алды. Осы жәбірленушілердің жанұясын қорғау, оның ішінде бұл да жанұясына жатады, туған інісі, оның үстіне бұл бірден бір куә. Жаңағы сотталушы, енді қазір сотқа жіберіліп жатыр, сотталушылардың ертең кінәсін дәлелдейтін бірден бір куә. Бұл куәні өлімі кімге пайдалы деген заңды сұрақ туады ғой. Ол енді әрине сотталушыларға пайдалы. Кім өзіне тікелей айыптау куәсінің сотқа келіп, осылай болды деп айтып тұрғанын кім жақсы көреді. Енді соған байланысты әрине халықтың арасында өте жаңағындай күмән туатын осындай сұрақтар орын алады. Енді сол ең бірінші жаңағы полицияның кінәсі сол, дұрыс күзетпеген. Сол үшін енді жауапты азаматтар бұл жерде тек қана жаңағы сөгіспен ғана не қылмау керек, бұл жерде тіпті қылмыстық іс қозғауға дейін алып баратын. Өйткені өте ауыр жағдайға алып келген, өз жұмысына салғырт қарау. То есть сондай бап бар, жаңағы мемлекеттік қызметкерлердің өз ісіне салғырт қарау өте ауыр жағдайға алып келді. Соған байланысты оларға қылмыстық іс қозғап, оларды қылмыстық жауапкершілікке тарту керек. Кеткен оқылықтарды нақтырақ айтсаңыз аға. Біріншіден, мен енді әрине ол тергеуге қатысып атқан жоқ қой. Дегенмен де мысалға осы қылмыстық істі бірден 105-ші баппен дәрежелегені. Бұл ешқандай былай қарап отқанда өте дұрыс емес. Бұндай адам өлімі болғаннан кейін, күмәнді жағдайлар орын алғаннан кейін, оның үстіне бұл бірден бір куә болғаннан кейін, оны өлтіріп кету мүмкін деген жаңағындай жағдай әлі сейілмегеннен кейін, бұл жерде адам өлтіру бабымен іс қозғау керек еді. Яғни қасақана адам өлтіру бабымен іс қозғап,
сол бап бойынша тергеу амалдарын жүргізу керек еді. Ол қандай амалдар, тергеу амалдары? Ол ең бірінші тергеу амалдары оқиға болған жерде сол жердің барлығын, адамдардың іздерін, машиналардың іздерін, кез келген темекілердің қалдықтарын, басқа да кез келген дәлелдемелердің бәрін адам өлу бабымен жинақтау, өте ауыр баппен. Екіншіден, жаңа автокөлікті айтып отыр ғой, Қаржаубай, мен сіз алып кетті. Ол Қаржаубайдың қатысуымен автокөліктің ішіне жаңағы тінту жүргізу керек еді. Сол жердің ішіне, автокөліктің ішінен әртүрлі жаңағы экспертизалар, адамның иісін алу экспертизалары, адамның қолдарының таңбаларын алу экспертизалары, солардың барлығын сол автокөлік арқылы автокөліктен өткізу керек еді. Сосын үшінші жағдай, енді жаңағы марқұм Нұрғанаттың жазғаны деген бар ғой, енді жазған. Енді мен мысалға да енді өзім Нұрғанаттың сөйлеген сөздерін барлығын мына әлеуметтік желі арқылы көріп отырмын. Ол тап-таза қазақша сөйлейтін азамат. Мысалға ол өзі деген сөзді, ол өз деген сөзді айтады. Қазақша, өйткені қазақша оқыған, қазақты тілді азамат қой. Ол өзі деген сөзді өз деп жазбайды. Өз деп жазатын адамдар, олар орыс тілді азаматтар. Әріпін көбінесе орыс тілді азаматтар қылып жазады. Енді жаңағы ағасына жаздау деген жаңағы несін жазбасын оқып қарасаң, менің өзімнің күмәнім туады, өйткені оны қазақ тілді азамат жазбаған. Өйткені әріпі әрпі қылып көрсетеді. Сосын жаңағы қазақша кейбір сөздерді жаңағы орыс тілді азаматтардың айтатындай қылып айтады. Енді тағы бір күмән туғызатын мәселе, егер де адам өлейді деп жатқанда, ол жазып отырмайды ғой, ол түннің іші, ол жерде ешқандай жарық жоқ, ол ананың бәрін қайдан көреді мысалға. Ол өзіңіз білесіз ғой, ұялы телефонға жазудың өзі де анандай молалардың арасында, анандай қиын жерде отырып, ол жазу қалай мүмкін? Енді ол жағынан мысалға енді талай қылмыстық істерде қатысып жүрміз, енді менің ойымша бұл өте күмән туғызатын жағдай. Сондықтан оның жаңағы ұялы телефонын алып, оған тиісті сараптама жүргізіп, бұрынғы оның жазбалары мен қазіргі жазбаларын салыстырып, оның жаңағындай деген әріпті деп жаза ма бұрыннан? Жазса, не себепті олай жазды? Оның телефонында әріпі жоқ па? Яғни әртүрлі осындай жағдайдың барлығын зерттеу керек еді. Оны зерттеу үшін қайталап айтайын, бұл қылмыстық істі адам өлтіру бабымен саралау керек еді. Адам өлтіру бабымен саралағанда ол өте ауыр қылмыс болып саналады. Оған арнайы топ құрады, жаңағындай қылмыстық іздестіру үшін арнайы топтар құрады. Сол топтардың ішіне өте ауыр бап болғаннан кейін оған өте білімді, өте сауатты, сондай жаңа жедел уәкілдерді алдыртады жан-жақтан. Ал енді адамның өзін өзі өлтіруге жаңағындай 105-ші бап бойынша ол дейтін өте жеңіл бап. Ол бап бойынша енді адам өз-өзін өлтірді, соны кім өлтіруге, сол адамды кім қыстады, ол енді әрине Қаржаубайдан басқа кімді ғана кінәлай алады ол бап бойынша. Өйткені енді олар қазір басқа адамдарды, егер де басқа адамдар өлтіртпесе, олар адам өлтіру бабымен бұны саралау керек еді. Ал енді өз-өзін өлтіруге жеткізген жағдай деген ол кім? Ол значит, тумаластардың арасындағы өзара кикілжің, өзара түсініспестік, осындай жағдайға қарай бірден тіпті әлі жаңағындай ешқандай сараптамалардың қорытындысы шықпай жатып, бірден сол баппен жаңағындай не қылуы, дәрежелеуі менің ойымша өте дұрыс емес. Бұл жаңағы полиция қазір тергеу жүргізіп жатқан прокуратура тарапынан жіберіліп жатқан менің ойымша екінші кемшілік. Сосын енді үшінші негізгі кемшілік бұл жерде тағы да айтатын. Бұл жерде енді мына қоғамда орын алып отырған осындай үлкен жаңағындай осы Шерзаттың өлімі, марқұм Шерзаттың, енді оның үстіне мына Нұрғанаттың үйін өртенуі, бұның барлығы енді мына үкіметті билік емес, енді жаңағы біздің мына мемлекеттің заңына, мемлекеттің жаңағы қызметіне үлкен жаңағындай сенімсіздік туғызатын жағдай. Енді осындай жағдайға жеткізіп отырған адамдар болғаннан кейін бұл жерде менің ойымша жауапты қызметкерлер жаңағындай өздері де бұл жерде неге жаңағындай өзінің жауапкершілігін сезініп, өздері отставкаға кету керек бұл жерлерде. Мысалға мен енді айтайыншы, ауданның прокуроры, жақында келген ауданның прокуроры өткенде қатты мақтап жіберді ау деймін. Сол азамат бар, сосын жаңағы ауданның ішкі істер министрі бастығы бар.
Вот осы азаматтар өздері осындай жағдайға жеткізген үшін өздері отставкаға кету керек. Болма отставкаға кетпеген жағдайдың өзінде осы қылмыстық істі өзінің қолына алып, қайтадан жаңа адам өлтіру бабымен дәрежелеп, тиісті мамандардың бәрін тартып, бұл жерде адам өлтірді ма, куәні арнайы қасақандықпен өлтіріп, өз-өзін өлтіруге қылып жаңағындай жасап қойды ма, осы жағын зерттеп, сосын жаңағындай тек просто өз-өзін өлтіруге, өз-өзін ол өлтірген екен деген, или болмаса бірдемені айта салу емес. Егер де ондай болмаса, егер де шынымен де азамат өз-өзін өлтіруге алып барған болса, өз-өзін, соны кәдімгі нақты дәлелдемелермен дәлелдеп, халықтың алдына шығып түсінік жұмыстарын жүргізу керек. Шерзат ісіне қатысты негізгі куәгер өлді, ол енді жоқ. Айтыңызшы, істің аяғы қалай болады? Сот ісінің нәтижесі өзгеріп кетуі мүмкін ба? Енді бұл жерде бұл азамат өткенде адвокатының сұхбатын тыңдадым. Адвокаты айтты, бұл азамат кәдімгі адвокаттың қатысуымен тиянақты, өте жаңағындай дәлелдеп, әрқайсысының кінәсін көрсетіп, сөйтіп жауап берген деді. Мына марқұм Нұрғанат. Енді оның жауабы ол әрине тікелей дәлелдеме болып саналады, өзі қайтыс болғанмен оның жауабы сақталды ғой енді. Бірақ әрине оның өзі сотқа қатысып, одан әрі қарай сұрақтар қойып, жаңағы сұрақ қойған сұрақтарға жауап беріп, өзі тиянақтаса, ол одан сайын жақсы болар еді. Әрине бұл жерде оның қайтыс болып кеткені сотталушыларға әрине жеңілдік туғызады. Өйткені енді кез келген күмәнді жағдай сотталушының пайдасына шешіледі дейді де, мысалға енді адам қайтыс болып кетті ғой, оған айта береді неше түрлі сөздерді сыртынан. Ол былай деп айтты, ол мынандай, өзі кінәлі, өзі жүгірді деген сияқты. Екеуі де қайтыс болып кетті ғой. Жаңа бірінші бала Шерзат осы іс бойынша тікелей айтатын, мені кім өлтіргенін, жаңа қалай өлтіргенін, ол өліп қалды. Соның қасында болған, сол төбелестікке тікелей араласқан ағасы қайтыс болып кетті. Енді қалғаны әкесі, енді әкесінің жауабы бар, сосын жаңағы осы Нұрғанаттың сотқа дейінгі берген жауабы бар. Осылардың барлығының не қылғанда, енді жақсы сот болса, жақсы прокурор болса, айыптау, мемлекеттік айыптаушы, бұл қылмыстық істі аяғына дейін жеткізеді деп ойлаймын. Бірақ та енді бұл қылмыстық іс бойынша менің қарным ашатыны, бұл жерде ұйымдасқан қылмыстық топ жөнінде ешқандай әңгіме туындаған жоқ. Яғни жаңағы бір дүкенде болған бір жанжалға сол топ, бірнеше топ адамның бір азғантай уақыттың ішінде, 15 минуттың ішінде жиналып келе қалуы, сол жөнінде, сол сұраққа жаңағы тергеу, сотқа дейінгі тергеу жауап берген жоқ. Енді бұл жерде тек адам өлімі, жаңағы жеке адам өлімімен ғана соттап отыр. Соған байланысты бұл жерде менің ойымша өте қатты әділ шешім, үкім шығады деп мен ойламаймын. Әрине сотталады, біреу соттайды, ана өлтірген қылып, қалғандары соның қасында болған қылады, айтпаған қылады, көмектеспеген қылады, сөйтіп сотталады. Ішіне бір-екеуі ғана ауыр қылмыспен кетеді де, қалғандары жаңа жеңіл-желпі кетеді. Енді бұл әрине бұндай қоғамдық жаңағындай үлкен резонанс туғызған қылмыстық істе бұл өте кешірілмейтін жағдай. Яғни қылмысты не үшін тергейді, не үшін соттайды? Ол келесіде сондай қылмыстың қайталанбауы үшін. Яғни ол қоғамға не үшін мынандай соттар керек? Сондай қылмыс қайтадан жасалынбау үшін. Яғни егер де бұл жерде осындай қоғамдық резонанс туғызған, үлкен резонанс туғызған осы іс бойынша жаңағындай ұйымдасқан қылмыстық топтың тағып, осы бойынша жетесіне дейін жеткізіп, барлығын жаңағындай адам, жаңа айтып отырмын ғой, жасөспірім баланы болмашы нәрсеге бола өлтіріп тастаған үшін өте ауыр жаңағындай жазаларға апарса, келесіде дәл осындай қылмыс қайталанбас еді әрине. Бірақ енді қазір өздеріңіз көресіздер, ертең приговорды бір-екеуіне ғана жаза тағайындайды, онда да жаңағындай орташа, сол жазада белгіленген неменің орташа жазамен жібереді, яғни 13-14 жылмен жібереді де, ал қалғандарына жаңағы 3-4 жыл, 2 жыл, 5-6 жыл сондаймен кетеді. Бұл енді әрине келесі осындай қылмыстың қайталануына ол септігі тигізеді, ондай ненің жазаның. Әрине ол өкінішті жағдай. Аға, енді айтып беріңізші, Нұрғанаттың машинасын қаржаубайсыз алып кетпек болған полицияның бұл әрекеті қаншалықты заңды? Кез келген үйді, мысалға, үйдің ішіне тінту жүргізгенде, адамның көліктің ішіне тінту жүргізгенде, яғни ана қылмыс болды ғой, адам өлді, қылмыс машина есігі ашық тұр.
енді ол көлікті бірден келіп жаңағы криминалисттер келеді, жаңағы нелер келіп бірден қарау керек. Сол тұрған жерде оны алып кетуге ешкімнің хақысы жоқ. Сол тұрған жерде жаңағы машиналардың іздері, машинаның айналасындағы адамның іздері, машинаның ішіндегі саусақтар, машинаның ішіндегі ауа, жаңа адамның иістері, осылардың барлығына криминалист мамандар сол жерде тұрған жерінде қарау керек. Және оған жаңағы айтып отқандай Қаржаубайды міндетті түрде қатыстыру керек. Өйткені енді негізгі иесі қайтыс болып кетті ғой. Мына туған ағасы қатысу керек сол жерде. Енді оның Қаржаубайсыз машинаны алып кетуі, оның барлығы енді әрине бұл жерде қылмысты жасыру деген, жасыру үшін алып кетсе ол әрине қылмыс. Ал егер де тек жаңағы заңды білмей, жаңа салғырттықпен алып кетсе, ол да қылмыс. Бұны енді дұрыс емес олай жасалу әрине. Оны кез келген адвокат, кез келген тергеуші айтады, осындай ешқандай тек тұрған машинаны ешқандай зерттемей, тексермей, үйдің жаңағы қожасының рұқсатынсыз бір жерден алып басқа жаққа алып кету, оның барлығы ол өте дұрыс емес жағдай. Қаржаубай қарсылық білдіргеннен кейін видеода көргеніңіздей полиция сіз болмадыңыз, бірақ біз басқа екі куәгердің қатысуымен машинаны алып кетіп бара жатырмыз деген желеу айтқан. Бұған не дейсіз? Енді ол жерде қасында жүрген Қаржаубайдан оған ешқандай айтпай, сол жерде жүрген Қаржаубай шақырып алды, соны жасады. Оған не соншама бір көп болса бір 15-20 минут уақытын кетер. Не соншама оны Қаржаубайдан жасырын жасау. Ол понятойлар деген понятой білесіз ғой енді. Понятоймен біз 30 жыл адвокат болып жүрміз. Көбінесе понятой деген жаңағы куәгерлер. Олардың полицияның өздерінің адамдары болады көп жағдайда куәгерлер. Соларға тәуелді адамдар болады. Оның барлығын енді ешкімге ол немес жаңағындай құпия жағдай емес. Біз енді понятойлардың, біз вообще понятой деген неге сенбейміз полициялардың алып келген. Мысалы, наркотик тапқанда, қару-жарақ тапқанда, басқа жағдайда понятойлар көп жағдайда өздеріне тәуелді адамдарды алып келеді. Сондықтан ол понятой болды деген сөз ол ешқандай жатпайды. Ол жерде үйдің иесі Қаржаубай болды десе, онда әңгіме басқа. Жалпы мысалға енді мен жаңа айттым да, адам өлтіру бабымен саралау керек еді бұл қылмысты да. Сосын сол адам өлтіру бабы өте ауыр қылмыспен саралап, сол өте ауыр қылмысты тексеретін отдел бар ғой жаңағы. Біздерде енді заңгерлер убойный отдел дейді. Енді адам өлтіруде осы адам өлімі бойынша қылмысты тексеретін тергеушілер бар, жаңағы жедел уәкілдер бар. Олар дейтін басқа тергеушілерге қарағанда, басқа жедел уәкілге қарағанда өте сауатты, үлкен маман адамдар. Сосын енді бұл қылмыстық істің жаңағы қоғамдық несін ескеріп, басқа жақтардан алдырту керек еді, мысалға күшті мамандарды. Сол осы қылмыстық адам өлтіру бабымен, қасақана бабымен егерде саралаған жағдайда, мысалға адам қылғындырып өлтіреді ғой, мысалға адамды әуелі өлтіріп тастайды, мысалға, или шала жансар болып атады адам өлейін деп, шала жансар. Сол кезде оны алып барады асат, мысалға дарға, или өліп қалғаннан кейін асып қояды. Жаңағында адам өз-өзін өлтірді деп айту үшін. Ондай жағдайда мысалға енді криминалисттер біледі, заңгерлер. Ондай жағдайда адамның жаңағы мына не қылдайды ғой, жаңағындай адам не қылғанда мына мойнында өте қанталаған іздер қалады, жаңағы адам тұншықтырғанда. Өйткені себебі адам тірі ғой, тірі болғаннан кейін адамның жүрегі қанды айдап жатыр. Қанды айдағанда жаңағы қылғындырған жерінде қан жиналады да, ұйып қалады да, қып-қызыл болып, адамның мойны қып-қызыл болып тұрады. Яғни ол жоқ. Ал егерде бұрын өлтіріп, барып асып қойған адамның ондай із қалмайды. Өйткені ол оның жүрегі соғып жатқан жоқ қой, қан жүріп жатқан жоқ. Вот сондай жағдайларды мысалға ескеру керек. Мен де қарағанда тек қана былай жартылай, тек қана ар жағында ғана азғантай ғана із ғана қалғанда, а басқа жақтарында із жоқ. Енді бұл жерде мен енді әрине сарапшы емеспін, маман емеспін, бірақ та енді жаңағы осы 30 жыл бойына осындай қылмыстық істерге қатысып жүргенде көрген тәжірибемен байланысты, егерде шынымен де адам өз-өзін тұншықтырып өлтірсе, яғни ол өзін өзі өлтірген жағдайда оның жаңағындай қылғынған жерінде қанталаған із қалу керек, то есть қан ұйып қалу керек ол жерге. Егерде соны мысалға енді адам өлу бабымен дәрежелеп, сол мамандар, сондай білікті мамандар келіп, білікті сарапшылар келіп қарайтын болса, әрине олар оған тиісті жауабын беретін еді. Ал енді қазір мына өз-өзін өлтіруге алып келген бап бойынша, бұл бойынша не істейді? Бұл бап бойынша тек қана кім оны өлтіруге бағытталды, кім не қылды деген сияқты ғана не қылады, шешім алады. Бұл жерде мысалға прокуратура осыны дәрежелеген, тергеушілер осыны дәрежелеген, олар уже шешім алып қойған, уже ана өз-өзін өлтірді деген. Тек кім оны өлтіруге мәжбүрледі дегенді ғана олар шешкісі келеді.
Негізінде олай ол дұрыс емес, өте дұрыс емес. Бұл жерде әуелі күмән туу керек қой. Адам өлтіру ол куә, жаңағында бірден бір куә, оны өлтіріп кетуі мүмкін. Осыған байланысты оған қылмыстық іс қозғау керек, адам өлтіру бабымен. Сосын сол бойынша жан-жақты сараптама жүргізу керек. Жаңа сот медициналық сараптамалар, әртүрлі сараптамалар жүргізіп, сосын барып, егер де ол жерде ешқандай жаңағында орысша айтқанда насильственный смерть дейді ғой, енді адамды өлтіру белгілері анықталмаса, сол кезде ғана қайта дәрежелеп, сол кезде екінші нені кім өлтірді, оны кім жаңа мәжбүрледі өз-өзіне қол жұмсауға деген сияқты мәселені зерттеу керек. Рахмет аға. Ал біз ары қарай жалғастырайық. Күні кеше дәл осы Қаржаубайдың рұқсатынсыз марқұмның көлігін алып бара жатқан полиция әрекетіне қатысты құқық қорғау органдары мынандай мәлімдеме жасаған болатын. Автокөлікті марқұмның мәйіті табылған жерден алыс емес жерде 30 жастағы азаматтың туыстары анықтады. Полиция қызметкерлері хабарламаны алғаннан кейін бірден оқиға орнына жетті. Тәртіп сақшылары заңда белгіленген тәртіппен қажетті жедел іздестіру іс-шараларын жүргізді. Оның ішінде көлік құралын жан-жақты тексерді. Тексеруден кейін көлік жақын туыстарына берілді. Осы оқиғаға қатысты айтылған түрлі ақпараттардан кейін бізде әлі де болса жауабын таппаған сұрақ көп. Мысалы, мына бір қызықты ақпаратқа мойын бұрайық. Шерзат ісінің басында адвокаттар Қаржаубай Нұрымовтың отбасына байланысты бізге жіберген бейне жазбасы бар. Ол жерде осы отбасының талай жылдар бойы айналысқан мамандықтары жайлы айтылған. Отец Шерзата, Қаржаубай Нұрымов, врач, посвятил более 20 лет, спасая жизни людей. Мама Шерзата, Гульбарай Бейшимбиева, работает медсестрой в больнице. Дядя Шерзата, Нурганат Гайбаев, более 10 лет работает фельдшером реанимационной бригады скорой помощи. Бұл бейнеден кейін бізде мынандай сұрақ туындайды. 10 жылдан аса тәжірибесі бар медицина маманы өз өмірін осылай қияды деп кім ойлаған? Оған екінші бір медицина маманы ағасы Қаржаубай сенбейді. Осы себепті де басқа көптеген сұрақ туындайды. Біріншіден, адвокаттары Нұрғанаттың болашаққа жоспарлары бар екенін және өзінің бизнесін қайта қалпына келтіргісі келгенін айтқан еді. Олай болса, Нұрғанаттың өз-өзіне қол жұмсауына не себеп болуы мүмкін? Екіншіден, тағы да адвокаттар айтқандай Нұрғанат отбасымен кешкі ас ішіп көп уақыт бірге өткізген. Осыдан кейін жүріп қайтамын деген оймен көшеге шыққан. Мүмкін осы сәтте Нұрғанатты біреу шақырып алды ма? Үшіншіден, Байжанов адвокат айтқандай бұл оқиғаның орын алғанына полиция жауап беруі керек. Шынында да олар Қаржаубай отбасының қауіпсіздігіне жауап бермейтін беді. Енді сұрақ, олар құқықтық жауапкершілікке тартыла ма? Бүгін осы бағдарлама дайындалып жатқан сәтте сағат 17:00 шамасында Қаржаубай отбасы тағы да наразылық білдірді. Бұл туралы Бақыт Римова есімді Қаржаубайдың әпкесі әлеуметтік желілердің бірінде тікелей эфирде мәлімдеді. Енді әпкесі айтқан ақпараттармен бөлісейін. Қаржаубайдың марқұм інісі Нұрғанатты жерлеу рәсімін өткізіп тыныш үйге қайтпақ болған. Сол сәтте күдік тудырар ақ түсті Kia маркалы көлікті байқаған. Күдік тудырар деген себебі Қаржаубай Нұрғанат Ғайыпбаев қайтыс болған түні сол жерден сол көліктің тұрғанын көріп барған. Кім екенін сұрағанда көліктегі бөгде адам өзіміз ғой, ДВД-дамын деп жауап берген. Одан әрі жайына кеткен. Бейіт басынан қайтқанда сол көлікті қайта көріп тоқтатпақ болған, бірақ тоқтата алмаған. Жақындары Нұрғанатты өлтірген күдікті болуы мүмкін деп ойлайды. Әпкесінің айтқандарын ары қарай жалғастырайын. Содан әрі Қаржаубай туыстарымен жолды жапқан. Сол сәтте келген құқық қорғау органдарының өкілдері әскерилер қоршап алған. Кейіннен наразылық ушығып жүк көлігінің үстіне шыққан Қаржаубай өз-өзіне қол жұмсамақ болған. Бірақ полиция оған мүмкіндік бермеген және әпкесі Бақыт ханымның айтуынша әскерилер сондағыларды соққыға жыққан көрінеді. Одан әрі Қаржаубайды және туыстарының бір-екеуін бөлімшеге алып кеткен. Бұған қоса Қаржаубайдың әпкесі Хасанның кім екенін, оның мүлдем танымайтынын, сол Шерзатты жабылып ұрған 11 адамнан Хасанның есімін естігенін және өздеріне бір адам хабарласып өлтірген балалардың ағасы екенін айтып, өзін Ержан кличкам Еркош деп таныстырған мәлімдеді. Сонымен қатар әпкесі Шерзат ісіне қатысты негізгі куәгерлердің көзін құртып жатыр. Бір бауырым кетті, енді әкесі қалды және осыдан
4 күн бұрын тағы бір куәгер 17 жасар Шерзаттың досының үйі аумағында бөгде ірі денелі адам аңдып жүргенін мәлімдеді. Біздің журналистер оқиға орнына кетті, істің мән-жайын нақтылайды және сол жерде болып бізге толық ақпарат береді. Ал біз істің барысын өз бақылауымызда ұстаймыз. Орын алған бұл оқиға Талғар қаласының тұрғындарын әлі де ұзақ уақыт үрей ортасында ұстайтыны анық. Себебі жергілікті халықтан қандай да бір жауап алмақ болып барсақ, микрофонды көре сала теріс айнала қашады. Бейбіт күнде бізге бұл көрініс өте ауыр. Енді сұрақ, тұрғындар қашанғы қорқыныш пен үрейдің арасында өмір сүреді? Бұл жағдай қашан аяқталады? Ел дауысы, бұл елдің үні. Сіздермен болған Ел дауысы ұжымы және мен Талаптан Иманбай. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жақсы күнде жолыққанша.